안녕하세요. ETN 연예스테이션 시청자 여러분, 김소은입니다. 반갑습니다. Ким Сойын оңтүстік кореялық актриса әрі модель. Актриса танымалдылығы үшін жігіттің сарбаздар дорамасына рахмет айтары сөзсіз. Дәл осы дорама оның бағын ашып, бүкіл әлемге танытқан. Сонымен қатар сұлулығымен, жас балаға ұқсас келбетімен және ерекше күлкісімен танымал актрисаның мен бүгін сіздерге жеке өмірі, мансабы және табысы туралы ақпарат айтатын боламын. Бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Ким Сойын 1989 жылы 6 қыркүйекте оңтүстік Кореяның кішігірім қалаларының бірі Намьянжунда дүниеге келген. Ал балалық шағы Кенгюдо провинциясында өткен. Бойы 162 см. Өзінен кейін сіңлісі бар. Сойын мектепті Кенгюдода оқып бітірген, ал жоғарғы оқу орнын Сеулдің Чунон университетінде оқыған. Актриса кино индустриядағы мансабын ең алғаш 2004 жылы «Екі жігіт» фильмінен бастаған. Осы фильмнің тегі кішігірім эпизодтық рөл болса да, сүйкімді бейнесінің арқасында көрермендердің көзіне түскен. Осыдан кейін көптеген фильмдер мен дорамаларға шақырту ала бастаған. Ал дорамадағы дебютін «Үш әкешім» дорамасымен бастаған. Бірақ оған үлкен танымалдылық әкелген бұл жігіттің сарбаздары дорамасы болды. Осы дорамадан соң ол көптеген марапаттарға ие болған. Сонымен қатар, бұл дорамада екінші пландағы актриса болса да, Ли Мин Хомен бірге танымалдылық үшін марапатталған. Дорамадағы әріптесі Ким Бо екеуі әлемге ең сүйкімді жұп ретінде танылды. Екеуі негізінде бұл дорамаға дейін таныс болған, өйткені екеуі бір университетте оқыған екен. Дәл осы дорамадан кейін актрисаны көптеген дорамаларға басты рөлдерге ала бастады. Біздің елде көрсетілген Түн кезетін ғалым дорамасы да өте танымалдылыққа ие дорамалардың қатарында. Актриса қазіргі таңда да көптеген фильмдер мен дорамаларға да түсіп жүр. Мәселен, 2022 жылы триллер және криминал жанрындағы фильмге түссе, 2023 жылы Батыл туыстар атты дорамаға түскен. Осы дорама 2023 жылдың ең рейтингі жағынан жоғары дорамалар қатарына кірген. Ким Сойын 2014 жылы «Біз үйлендік» реалити шоуында актер Сон Джи Риммен бірге қатысқан. Бұл шоуда актер актрисаға ерекше махаббатын көрсеткен еді, және екі жұп 2014 жылы ММС арнасының үздік жұп марапатын алған. Және актер Джи Рим бұл бағдарламадағы өзінің әйелі Сойынге шынайы ғашық болғанын мойындаған. Бірақ өкінішке орай, бұл жұп шынайы өмірде кездеспеді. Ал осы шоуда қатысып жүрген кезінде актер Сон Хе Жунмен кездеседі деген ақпарат тараған, және олардың жасырын кездескен суреттері де тараған. Осыдан соң актриса жобадағы жұбының көзіне шөп салды деп жанкүйерлердің сынына ұшырайды. Дегенмен актриса жобадағы жұбы Джи Римге олардың тек қана жақын дос екендіктерін, ешқандай ара қатынаста емес екендіктерін айтып түсіндірген. Кейін тағы да бір қауесет, актер Сон Кан Жунмен кездеседі деген ақпарат тараған. Бірақ бұны да актрисаның агенттігі растамады. Ал жігіттің сарбаздары дорамасындағы әріптесі Ким Бомен кездеседі деген ақпараттар бұрындары да тараған еді. Бірақ осы жақын арада актерімен тағы да кездеседі деген ақпараттар шыға бастады. Бірақ екеуі де бұл ақпаратты растамады. Жалпы актриса өзі растаған ара қатынас жоқ. Дегенмен актриса бір сұхбатында өзінің талғамына сай келетін ер адам, әнші 2PM тобының мүшесі Никун екенін айтқан. Ал мектеп жасында актер Бон Бинді ұнатқан екен. Актриса әрқашан көптеген шоуларға қатысады. Және де Instagram парақшасын жүргізгенді жақсы көреді. Сонымен қатар актриса туа бітті сұлулығымен танымал. Ол ешқашан пластикалық операция жасатпаған. Мәселен, Корея жұлдыздарының кейін дейін фотолары мен видеолары өте көп, бірақ солардың бірде-бірінде Сойын кездеспейді. Актриса өзінің туа бітті сұлулығы мен Корея жұртын мойындатып қойған актрисалар қатарында.